Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Қайдауық FF достар. Достар, бүгінгі видеода мен айтқым келіп отқаны, енді деп айта бермей қойын енді. Бүгін біз, енді Қайдауық FF деген болмайды. Яғни айтқанда мен енді YouTube тастамаймын, ішіне қалмаймын, аккаунт сатқан да жоқпын. Тек жай ғана дәл сол YouTube канал, дәл сол баяғыдай канал, тек аты ғана өзгертем. Мен баяғыдай білесіздер, видеода баяғы ескі видеом бар, Жазықсыз Қазақ деген, атын өзгерткен. Вот сол сияқты достар, осының да атын өзгертемін. Енді так часто видео түсіріп жүретін боламын. Мен алдыңғы видеода айтқандай. Достар, ендігі бір видеоларда, по-моему, мен хайлайт түсіріп қалуым мүмкін. Енді так хайлайт қалайтын болсаңдар, енді айтасыңдар ғой. Хайлайт түсіруім де мүмкін. Сол достар, айта кетейін енді, потому что Қайдауық FF дегенде өзгерту керек болып тұр маған. Орнына өзгертсем, аман тоже ютубтан да өзгертетін боламыз. Так, қалай өзгертсек болады екен, а? Былай. Так, вот, братан 007. Вот, достар, YouTube канал өзгерілді. Каналға тіркеліп, достар, поддержка жасап жүрсеңіздер, өтініш, достар, 1000 подписчикке, достар, шамал ғана подписчик қалды, 20 подписчик деймін қалған сияқты, достар. Вот, достар, 1000 подписчик етсеңіздер, достар, жетсек, енді бұйырса Аллаға сіздердің арқыларыңызда. Яғни кіна прямой эфирлер постоянно болып тұратын болады, потому что 1000 подписчиктің маған YouTube прямой эфирді, былай YouTube'тың өзінен рұқсат береді. Мен былай прямой эфир түсірейін десем, достар, маған Amoled Arcade программасы маған білмеймін неге екенін разрешение бермей қойды. Именно енді баяғыда беріп еді, қазір бермей қойды. Енді сол, достар, 1000 подписчик етсек прямой эфир соларды шығарып отыратын боламын, достар.